иә? Ал кеттік. Қайырлы күн достар, біз Пекин қаласындамыз. Келе салысымен сим-карта алдық, өйткені бұл жерде сим-картасыз еш нәрсе жасамайды. Экрандағы приложениені сақтап алыңыздар, міндетті түрде керек болады. Енді қазір бүгінгі жоспарда Universal Studio Park. Бізді бірден таңғалдырғаны және өте қуантқаны ол аэропорттағы тегін душ. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмай, душқа түсіп, өз-өзімізге келіп, қайта жолға шықтық. Бұл жерде Didi деген такси жүреді. Uber мен біздің Яндекстің орнына. Бірақ барлығы қытайша жазылған. Бір нәрсе етіп заказ бердік, соған әрең бір-бірімізді таптық. Кісі алда кетіп бара жатқан. Бізді өзі жаяу келіп тауып жүріңіздер деді ғой. Ну ничего, бірінші опыт үшін жақсы. Пекиннің қиял әлеміне қош келдік. Бұл жерге кіру 42 000 теңге, оның ішіне барлық аттракциондар кіреді. Міне паркта осындай локерлар бар, біздің заттарымыз ауыр болғандықтан қалдырып кетеміз деп шештік. Осындай бар, сосын үлкен чемодандарға арналған бөлек luggage store бар екен. Бұл 60 юань. Бірден көзге түсетіні Қытайда барлық жерге кіру паспорт арқылы жүреді. Міне біздің Қытайдағы алғашқы тамағымыз ғой, иә? Мынаның аты лакса, мынаның аты не запомнили. В общем, қытайша оқитындар мына жерде көреді. Екеумізге 10 000 теңге болды. Ал, давай көрейік. Нормально. Да? Гүлбану кетті. Мынаған. Парктың шынайы атмосферасын сезіну үшін бұл кадрлердің артына музыканы қойған жоқпын. Бір сөзбен айтқанда, как есть видеолар. Иә. Бұл мен жақсы көретін мультиктердің бірі. Кунг-фу панданың Несімен отаны ұнайды? дейді. Неге бұл фильм ұнайтса? Енді мультик деген білмеймін даже несімен ұнайды. Бірақ күшті мультик шынымен де. Добрый адамдарды жаңағы достыққа үйрететін. Блин, классно, да? Біз міне қайтып бара жатырмыз Universal'дан. Жарты күнде көрмеген нәрсеміз жоқ. Шаршасақ та бүкіл планды орындадық. Қазір отельге тезірек жетіп алу керек. Біз кеше түнде ана қарасайшы, көрініп тұр, иә? Осындай
қонақ үйге келдік. Бұл жерде 2 түнге екеумізге 35 мың шықты. Міне тамақтар. Картошка сияқты, я? Ал қайырлы таң, бүгін 2-ші күн. Уже микрофонсыз. Лоқтай қорғанының бөктеріндегі отельге қондық, кеше келдік. Енді сол қорғанға көтеріліп бар жатырмыз. Біздің отель қызметкерлері бізді тегін апарып келуге ұсынды. Әзірше бәрі ұнап жатыр. Күшті екен, мына қалашық жай түскен кеді. Осындай бас киім сатып алдық. Келмінді Гүлман. Міне бұл жерде кассада адам тұрған жоқ. Тек Alipay арқылы сатып алуға болады екен. Alipayға кәдімгідей аты жөніңізді жазып, қанша билет керегін жазып, сөйтіп сатып аласыздар. Бір билет 60 юань. Бізге 120 юань. Біз бағана дүкеннен барып, түрлі нәрсе сатып алып кеттік. Ұлы Қытай қорғаны барлығы сақталған жоқ. Көбісі негізі разрушенный деп айтты осындай. Жоқ екен. Күшті еді. Ондай тұтты көрдік. Біздің ауылда болатын осындай. Тұт. Вкусно же? Надо ма? Мына шляпа маған үйлесіп қалыпты. Мынандай напиток сатып алдық, лимон, ти. Қайтар жолда осындай не дейді, вагончик дейма. Не дейді, не фуникулер емес енді бұл. Вагончик сияқты. Осындайға отырып қайтады кейін, жақсы болды әйтпесе біз Гүлбану екеуміз аяқтарымыз уже дірілдеп жатыр. Шаршап. Бірақ енді тамаша көрдіңіздер. Бұл адам басына 80 юань. Біздің тоқтаған үй осы. Үйдім гестхаус деп аталады. Жаңағы Ұлы Қытай қорғанынан 30 минут. Hello! Міне қазір мастер-класс болып жатыр. Гүлбану өзін білетін істеп жатыр. Басқаша жасайды, или осылай ма сендерде? Окей. Қытайдың тамағы бізге келмейді деп қорқытқан еді, бірақ осы уақытқа дейін жегендеріміз бәрі ұнап жатыр, е? Күшті тамақтар. Мынау балық. Атын, естественно, білмейміз. WeChat'тан заказ бердік, жоқ Alipay'дан. Бірақ бағасы 97 юань, 100 юань, біздікімен примерно 6000 теңге. Өте дәмді екен. И мынау салат. Мынау жаңғақтар. Кәдімгі арахис қой, да? Қорылған. И біз жұмсақты. Біз қазақтар болып, как обычно, нан заказ бергенбіз ғой. 2 нан деп. Бізге тост әкелді. Оны жеп қалсан үсті қант. Сонымен тәтті нанмен жеп отырмыз қосып. Острымен тәттіні қосып. Иә.
міне достар, біз Пекин қаласындағы запретный город деп аталады. Қазақшасын кейін айтып да жазып қоямын. Императорлардың 400 жыл бойы тұрған жеріне келді. Бұл қалаға 4 вход бар негізі. Соның ең оңтүстік жағынан кірсеңіз, өзіңіздің заттарыңызды қалдырып кете аласыз. Тегін түрде, тек әдеттегідей ешкім ағылшынша сөйлемейді, сондықтан сәл қиындау болады. Болды. Енді қазір біз билеттерімізді алдын ала алдық. Айтпақшы, бұл жерге билетті бір апта бұрын алмасаңыз, орын қалмай қалуы мүмкін. Мына кісілердің барлығы алдын ала билетті алып келе жатыр. Жерде енді адам лық толы. Ине шаншар жер жоқ. Сосын адамдар бір-бірін итеріп кетеді. Ол бір мәдениетсіздіктің белгісі емес. Просто это норма. Адам көп болған кезде кәдімгідей қағып итеріп өтіп кетеді. Адамдардың көптігін түсіргім келді, өйткені біз үшін бұл үйреншікті жағдай емес та. Алтын балықты таптық. Ал Гүлбану, тілегіңді айт. Бәрі жақсы болсын. Мир во всем мире, да? Соғыс болмасын. Күшті, е? Пекиннің орталық көшесімен келе жатырмыз. Осындай қызық архитектура, жаңа үй, ал шатыры дәстүрлі Қытай стилінде. Жалпы қала енді қарапайымдау екен Астана үшін. Мен шанадан деп ойлап қалдым. Диірмен ғой, а? Ой, күштісін-ай. Давай, көр. Вау. Неше түрлі ішінде. Бұның ішінде не? Маракуйя. Күшті ма? Күшті жер сияқты, я? Не, атақты пекинская утка. Пекин үйрегі деймін. Мына лотос бейнесінде келтіріп отыр. Не деген ювелирная работа. Вау! Сурет салып берген ғой. Мынаның ішінде не? Не сияқты? Панкейкс деп аталады негізі, блинчики. Буға пісірген мұндар болады ғой. Пивойден мұны бар ғой. Ком таза если что ли. Вау! Серьезно? Білмеймін. Ба? Тауық мен ұқсайды. Тауыққа ұқсай ма? Сында. Ага. Вкусно! Міне, үйректің сорпасын көрейік деп жатыр. Тура тауықтың сорпасы ғой.
天似水时，幻梦似人。 Міне біз вокзалға келдік. Вокзал қаланың ортасында, жаңағы запретный городқа жақын екен. Жақын болғанда қалай 40 минуттық жол жаяу. Осы жерден пойызға мініп, Шанхайға барамыз деп. Міне осылай таблоидқа қараймыз. Біздің пойызды 5. Мына жерде бәрі қытайша жазылған, бірақ біз аудардық. Мұнда 3-ші этажда номер 7-ші waiting room дейтін күтетін бөлмеде күтіңіздер деп тұрдық. Міне біз пойызды түнедік. Пойыздары тап-таза.